жүктілік жоспарлауға келген 23 жастағы қыз дисплазияның 2 дәрежесін анықтадық. Қалай? Бұл қыз 5 жыл жыныстық қатынаста тұрады. Пациентімізде ВПЧ-16-сы оң болып шығады. Содан кейін біз кольпоскопия жасаймыз. Кольпоскопиядан күмәнді аймақтар анықталып, содан биопсия аламын. Биопсияның нәтижесі ЦИН-2 шықты. Содан кейін барып пациентке петлевая электроэксизия жасаймын. Қазір пациент 6 ай реабилитацияда. Онымен қоса қазір науқасымыз 1-ші доза Гардасил 9-ды алып болды. Сіздерге айтатын қыздар, егер сіз жыныстық қатынаспен тұрған болсаңыз, 3 жылдан кейін міндетті түрде пап-тест пен ВПЧ-ға анализ тапсыруыңыз керек. Ең бірінші өзіңізді жатыр мойын обырынан қорғау үшін ол вакцинация алу. Одан кейін жыл сайын гинекологқа барып тұру. Бұлардың барлығы этап бойынша жасалса, бұндай патологиялар болмайды. Ал дисплазия деген 2 дәрежесі хайсил деп саналады. Хайсил деген ол жатыр мойын рак ауруына бірақ қана этап қалды деген сөз. Өздеріңізді қорғаңыздар, сау болыңыздар.